Сәлеметсіздер ме қыздар? Марафонымыздың бірінші сабағында себеттің түбін тоқитын боламыз. Себеттің түбін тоқу үшін мен фанерадан жасалған донышко алдым. Диаметрі 15 см. Размерін өздеріңіз қалауларыңызға байланысты алсаңыздар болады. Сонымен қатар 6 номерлі крючок, 5,5 6 номерлі крючоктар болады. Трикотаж жібін мен сияқты кішкене созып алыңыздар. Мен әрдайым осылайынан сумка тоқысам да, корзина тоқысам да жібімді кішкене созып аламын. Міне осылай видеода көрсетілгендей, донышканың әрбір тесігінен осылай жіпті іліп алып тоқып шығатын боламыз. Қолдарыңызды жаттықтырып алсаңыздар өте оңай. Трикотаж жібімен тоқу. Және де қыздар, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен екінші жіпті арасына бірге жасырып отырамын. Яғни кейін тоқып болғанда оны тағы да жасырып жүрмес үшін, яғни тағы да бір жұмыс пайда болмас үшін, мен осылай тоқып жатқанда арасына бірге тоқып жасырып жіберемін. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Және қыздар, себетімізді жаңағы қатты тартып, немесе қатты бос қылмаймыз. Қалай тоқып бастадыңыздар, қандай нәтижемен, яғни бір келік тоқу керексіздер бәрін. Оны бір келік тоқу үшін әр өріміне алып жатсыздар ғой. Осы өрімдеріңізбен келесі тесттен алып шыққан жіптеріңіздің деңгейі бірдей деңгейде алып отырсаңыздар, мен көріп тұрғандарыңыздай менікі сияқты бірдей деңгейде алып отырсаңыздар, сонда барлық нелері негізі бұл себеттің қисық болып қалуы немесе басқалай болып қалуы осы өрімдеріне байланысты болады. Ол жаңағы тесттерінен шығып жатқан жіптерге емес, петелькалар тұр ғой, бет жағынан пайда болып жатқан өрімдер тұр ғой, соған байланысты болады. Сондықтан да осы өрімдерін бірдей қылып алуға тырысыңыздар. Міне қараңыздар, былай алып шыққан кезде былай бірдей деңгейге ұстайсыздар. Алып шыққан жіптеріңізді өріммен бірдей деңгейге ұстап отырсаңыздар, жұмыстарыңыз әдемі шығатын болады. Яғни кейбір қыздардан сұрақ болады, неге жаңағы былай болып қалды, неге қисайып кетті, неге түзу болмай тұр. Себебі өрімдерін бір өрімді қатты тартып тастаса, енді бір өрімді тым бос қылып жібереді. Соны қарап отырыңыздар, барлығы бірдей болсын. Видеода барлығы анық көрсетілген. Видеоны тездетіп түсірген жоқпын, өте жаңағыдай медленный режимде түсірілген. Сіздерге анық түсінікті болу үшін осылай соңына дейін осылай айналдырып тоқып шығасыздар. Өстіп, жіпті аласыздар да, алып шығып, бірдей деңгейде ұстап отырыңыздар. Ең бастысы бірдей деңгейде ұстап отырыңыздар. Өрімдеріңізбен астын жаңа донышканың тесігінен алып шыққан жіпті бірдей деңгейде ұстап отырыңыздар. Және соңына дейін осылай айналдырып тоқып шығамыз. Айналдырып тоқып шығасыздар соңына дейін. Міне мен айналдырып тоқып шықтым. Соңғы барлық тесігіне тоқимыз. Соңына дейін тоқып келіп, одан кейін жіпті былайынан қырқып аласыздар. Қырқып шығарып аламыз да, қазір бесшовный, яғни көрінбейтін осындай өрім жасаймыз. Бесшовный соединение дейді. Мына жоғары жағы бірінші емес, екіншіден, яғни төбеге қарап тұрған өрімнен аласыздар. Сол екі өрімнен алып, астынан кіргізіп аласыздар да. Осылайдан кіргізіп аласыздар. Жіптеріңізді түзулеп қойыңыздар бірден. Яғни төңкеріліп теріс қарап қалмасын. Сосын арт жағында мына перемычка тұр ғой, осы перемычканың астынан да бірге қосып алыңыздар. Қосып аласыздар да, өстіп алып шығасыздар. Сол кезде жаңағы бұл да бір өрім пайда болады. Енді мына жіптеріңізді арасына жасырып қоясыздар. Айналдырып тоқып алдық. Енді қазір бет жағындағы тесіктерді жабамыз. Жаппаймын десеңіздер де болады, бірақ ол кезде жұмыстарыңыз тесік біртүрлі болып қалады. Бұл жерге енді бізде 6 номерлі крючок жарамайды. 3,5 деген номерлі крючок алыңыздар. Міне мынау сияқты пластмасс крючок алмаңыздар. Мен негізі ойлағам, былай полный темір шығар деп ойлап, және андай 6 номерлі крючок сияқты крючок таппадым. Осындай крючок бар екен, ала салғам, бірақ бір сумканы тоқып жатқан кезде байқамай сындырып алдым. Сөйтсем жарты жеріне дейін ғана екен. Сондықтан да ақшаларыңызды босқа құртпай, бірден осындай темір жақсы крючокты алыңыздар. Тағы жібімізді созып аламыз. Әр тесігіне тоқып шығамыз. Көрдіңіздер ғой, 6 номерлі басқа крючоктар кірмейді. 3, 3,5 деген сияқты номерлі крючоктар береді. Себебі біз оған уже тоқып қойдық қой бір рет. Сондықтан да екінші жаңағы 6 номерлі крючогымыз кірмейді ол жерге. Абайламасаңыздар фанерадан жаңағы фанераларыңыз сынып кетуі мүмкін. Сондықтан да рисковать етпей осындай үлкен номерлі, кішкентай номерлі крючокты алыңыздар. Міне осылайынан астынан іліп алып отырамыз. Іліп шығарып алып отырамыз. Менің ана сынып қалған крючогым кішкентай болғандықтан ұстайтын жері кішкентай, ыңғайсыз. Сондықтан да мен 6 номерлі крючокпен ары қарай сіздерге тоқып көрсетемін. Бірақ сіздер олай 6 номерлі крючокпен тоқымаңыздар. Себебі ана тесіктеріне кіруі өте қиын. Абайлап тоқымасаңыздар, донышкаларыңыз сынып кетеді. Не өстіп тоқимыз. Яғни астынан іліп аласыздар да, өрімнен шығарып отырасыздар. Барлық айналдырып өстіп тоқып шығасыздар. Астынан іліп алдық. Өрімнен өткізіп аласыздар. Қолдарыңызбен көмектесіңіздер. Крючокты қинап, жіпті тартпаңыздар қыздар. Мен әрдайым айтамын, сумка тоқсаңыздар, не тоқсаңыздар да жіп шықпай жатыр ма, қолдарыңызбен көмектесіңіздер. Бірақ крючокпен тартып оны қинамаңыздар жіпті. Осылайынан барлық бойымен айналдырып, әдемілеп тоқып шығамыз.
Қыздар, видео түсінікті болып жатыр ма сіздерге? Егер де видео түсінікті болмай, қандай да бір сұрақтарыңыз болып жататын болса, пікір жазып, міндетті түрде сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Ал егер осы видео сабақ ұнаған болса, тағы да пікір жазып, маған қолдау көрсетіңіздер, қыздар. Сіздер қолдау көрсетіп, сіздерге сабақтарым ұнап жататын болса, мен алдағы уақытта да осындай тегін сабақтарды салып тұратын боламын. Егер сіздерден маған кері байланыс болмаса, онда маған да қызық емес. Былай видео түсіріп, түсіндіріп, одан кейін видеоны монтаждау, оны барлығы уақыт алады. Сондықтан да сіздер маған қолдау көрсетіп, лүпілдеріңізді басып, пікір қалдырып, белсенді болсаңыздар, мен алдағы уақытта да сіздерді тегін сабақтармен қуантып отыратын боламын. Және де қыздар, видеодан көріп жатсыздар, 6 номерлі крючокпен тоқу өте қиын донышкаларға. Ал менің мына кішкентай номерлі крючогым сынып қалды. Сондықтан да сіздер кішкентай номерлі крючокпен осылайынан айналдырып тоқып шығасыздар. Қараңыздар, мына асты жағынан алып жатқан жіпті бет жақтағы өрімнің петелькадағы жіппен бірдей деңгейде ұстап отырыңыздар. Міне былайынан бірдей деңгейде ұстап отырыңыздар. Сол кезде астындағы өрімдеріңіз бірдей болып шығады. Яғни біреуі тым үлкен, біреуі қатты тартылып қалған болмайды. Міне астындағы рабочий нитті және крючоктағы жіптеріңізді бірдей деңгейде ұстаңыздар. Енді бұндай сынып қалған крючокпен тоқып жатқаным үшін жаңағы айып етпеңіздер. Себебі бұл осы мастер-классты түсірердің алдында ғана абайсызда сындырып алдым. Сондықтан да міне қазір осындай екеуімен кезек тоқып отырмын. Бір деңгейде ұстайсыздар, көрдіңіздер ғой, менің крючогымда екі жіп те бір деңгейде тұр. Сол кезде мына астындағы өрімі бірдей әдемі болып шығады. Міне қыздар, айналдырып тоқып шықтым. Міне барлығына жібімізді қырқып аламыз. Сосын жіпті тартып бет жағына шығарамыз. Енді бесшовный соединение жасаймыз мына жерге. Бір өрім жасаймыз. Алдыңғы өрімнен екеуінің астынан да өткізіп аламыз. Одан кейін мына орынға тесікке қайтадан кіргіземіз. Ол үшін жібімізге инемізді инеге өткізіп аламыз да осы тесіктен кіргіземіз. Сонда бұл жерде де бір өрім пайда болады. Көріп тұрғандарыңыздай, барлығы өте оңай. Қолдарыңызды үйретіп алсаңыздар, тіпті осы тоқымадан бас тарта алмай қаласыздар. Бас көтере алмай қаласыздар тоқымадан. Кино көріп отырсаңыздар да, басқа істеп отырсаңыздар да тоқыма тоқып отыратын боласыздар. Міне енді мына астындағы жіптерін екеуін екі жаққа жасырамыз. Біреуін бір жағына жасырсақ, екіншісін екінші жағына қарай жасыратын боламыз. Осылайынан инелеріңізбен ақырын алып. Егер инелеріңіз жоқ болса, ештеңе кетпейді. Жаңағы жіңішке крючоктарыңызбен де осылайынан жасауға болады. Яғни жіпті астына алып түсіп, одан кейін осылай араларына жасырып. Менің инем көрдіңіздер ғой, темір. Темір болғанда жаңағы оның пластмасс түрлері де болады. Менікі мынандай темірден кәдімгі ине сияқты, бірақ мынандай бас жағы тупой және де қалың. Осындай ине алғандарыңыз дұрыс. Егер пластмасс ине алсаңыздар, олар сынып кетуі мүмкін. Маркерлар да мысалға жиі сынып кетеді. Сондықтан да осындай негізі темір дүниелер алған дұрыс. Міне осылайынан жаңа біріншісін оң жаққа қарай жасырдық қой. Міне екінші жіпті сол жаққа қарай жасырамыз. Міне осылай ұзындық бойымен толық жасырып шығамыз, қыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, қыздар. Осы видеоны көріп, донышкаларыңызды айналдырып тоқып шығыңыздар. Және мен сіздерге ертең екінші сабақты, яғни кардинамыздың керегелерін тоқуды көрсететін боламын. Пікір қалдырып, лүпіл басып, маған қолдау көрсетіңіздер, қыздар. Міне донышкамыз дайын.